Саламатсыздар ма, құрметті Қарғалы аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесінің оқырмандары. 1 сәуір күлкі күні. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға қарамастан сіздерге жақсы көңіл-күй сыйлаймыз. 1 сәуір күлкі күні. Бұл күнді тойлау Францияда бастау алған. Ежелгі Римдерде де ақпанның 17-сінде ақымақтар мерекесі деп атап өткен. Шығыс Үндістанда наурыздың 31 күні қалжыңдау салты ежелден атап өтіліп келеді. Күлкі күнінің аталуы мен ерекшелігіне тоқталсақ, Франция, Англия, Америкада бұл ақымақтар күні, Испанияда дөкірлер күні, 1 сәуір Үндістанда тоқылдақ күні, Жапонияда қуыршақтар күні, Шотландияда тепкі күні деп аталады екен. 1 сәуір әзіл қалжыңға қашанда теріс қарамайтын қазақ халқы да бұл күнді ескерусіз қалдырмаған. Қыстың қыспағын, ерте көктемнің алай-дүлей мінезін қалжыңмен жуып шайғысы келген халық бұл күні бір-бірінің көңілін қалжыңмен көтеруге тырысады. Күлкі керуені атты кітап көрмемізді назарларыңызға ұсынамыз. Біздің кітапхана қорымызда Мұхтар Шерім сатиралар жиынтығы 4 томдық Алматы 2007 жылы басылып шыққан. Біздің кітапхана қорымызда 3 томы бар. Қожа Насыр хикаялары Алматы 2011 жылы басылып шыққан. Бұл кітапта қазақ, түрік, өзбек, түркмен, тағы басқа 23 тілден аударылған сатиралық шығармалар жиынтығы, әзіл оспақтар жинақталған. Нұрлыбек Жұбатқан Қатираның құрт зауыты сатиралық туындылар жиынтығы, Алматы 2011 жылы басылып шыққан. Қазіргі қазақ сатирасы бойынша кітаптар бар. Табыл Құлияс, Жегі құрт, Алматы баспасы бойынша 2011 жылы басылып шыққан сатиралық роман. Мыңбай Рәш, Кері тартқанды бері тарт, Нұр Астана баспасы 2008 жылы басылып шыққан. Көлемі ықшам, тартымды, ысқақтары өмірдегі сан қилы қырсыздықтарды тілге тиек етеді. Берік Садыр, Ой-хой өмір, Нұр Астана 2011 жылы басылып шыққан. Әзіл-сықақ әңгімелер. Мұндағы сатира, юморлық әңгімелердің ерекшелігі осында. Берік Садыр, ауылдың айтқыштары, қисынды сөздер, әзілдер жинағы, Алматы 2011 жылы басылып шыққан. Көпен Әмірбек, Батпан құйрық, Алматы 2016 жылы басылып шыққан. Сонымен қатар қазақ күлкісі сериясы бойынша көптеген кітаптар жинағы бар. Толымбек Әлімбекұлы қалай болса солай атты кітабында да Алматы баспасы 2011 жылы басылып шыққан. Бұнда тілі бай, ойы жүйрік, күлкісі мағыналы, ойнақы сөздер мен сөйлемдерге толы кітаптар. Сабырбек Олжабайұлы ғасыр машақаты атты кітабы. Бұл кітапта да әзілге толы сатиралық жинақтары бар. Алматы 2011 жылы басылып шыққан. Алпысбай Боранбаев Қала қаптың әлегі, Алматы 2011 жылы басылып шыққан сатиралық өлеңдер жинағы. Мұхтар Шерім Қашқандар мен қуғандар. Бұл кітапта сатиралық әңгімелер жинағы бар. Алматы 2011 жылы басылып шыққан. Темірбек Қожакеев ескі жылдың есебі. Бұнда да Алматы 2006 жылы басылып шыққан. Сатира жанрындағы кітаптарды қызықсаңыздар, біздің кітапханамызға онлайн тапсырыс беру арқылы оқи аласыздар. Назарларыңызға рахмет.